Кез келген ақиқат алдымен күлкіге айналады, содан кейін мойындалады. Қадірлі болу үшін періште болу шарт емес. Кейде біздің жарығымыз өшіп қалады, бірақ басқа адаммен кездескенде қайтадан бірден жалынға айналады. Өмірдің трагедиясы адамның тірі кезінде іштей өлетіні. Егер сіз бір нәрсені қатты жақсы көрсеңіз, оны жіберіңіз. Егер ол қайтып келсе, ол болуы керек еді. Егер олай болмаса, ол ешқашан болған емес. Ақырында бәрі орнына келеді. Осы уақытқа дейінгі өткен күнге күліп шығарып, бүгінгі күнмен өмір сүріңіз. Ұмыту не деген сөз? Қорқынышта, жұбатуда, өтірікте осы сөзде жатыр. Еш нәрсені ұмытпай өмір сүре алатын адам бар ма екен? Бірақ кім ұмытқысы келмейтінін ұмыта алады? Жүректі жаралаған керексіз ескіліктер. Өмір сүруге тұрарлық ұғымдар үшін ғана барлығынан арылған жан бостандықта. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз. Сонда жүрегіңіз тынышталады. Өнбейтін дауды өспейтін жігіт қуалар. Адамның көңілін жеңілдетер, жанын жібітер махаббаттан артық күш жоқ. Қызды сүйген жігіт қандай азапқа болса да көнуге бар. Ал баласын жақсы көрген ана баласы үшін жан қиюдан тайынбайды. Бұл табиғат заңы. Махаббатты осындай құдіретті етіп, дүниедегі ең ұлы күш жаратылыстың өзі жаратқан. Сондықтан да махаббаттың алдында кім болса да әлсіз, амалсыз. Жаман дос көлеңке. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Періштелер Алла тағаладан адамдар өздерінің қысқа ғұмырын біліп тұрып, қалай уайымсыз өмір сүреді деп сұрады. Алла тағала адам дүниеге қызығып, өзінің өлетінін ұмытып кетеді деді. Бағың өскенше тілеуіңді елде тілейді, өзіңде тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің. Дүниені жеуді білген адам шашқанды да біледі, ал шашқанды білген адам жеуді білмейді. Дүниені қатты жақсы көрсең, ол бірде сені ит қып үргізеді, бірде жылан қып шақтырады, бірде түлкі қып алдатады, бірде қасқырша жұлыстырады. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Кедейлік сіздің барлық уақытыңызды алады. Ол сол үшін жаман. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Дос табу оңай, сақтауы қиын. Жауласу оңай, тоқтауы қиын. Бәлеқор жаныңда болса, бәледен бас алмайсың. Қызғаныш қайда болса, ұрыс сол жерде. Құрсақты біткен мінез қара жерге бірген еді. Сүтпен біткен мінезді өлгенше өзгерте алмайсың. Жек көруді махаббатпен, жалғандықты шындықпен, зорлықты шыдамдылықпен жеңу керек. Ешкім кездейсоқ жақсы адам болып шыға келмейді. Әлемнің өзгеруін қаласаң, сол өзгерудің алғашқысы өзің бол.
Кешіру мықтылардың ісі, әлсіздер кешірімді бола алмас. Өтірікші шындығына келгенде өзін өзі алдайды. Ештеңені білмейтін, ештеңені білуге талпынбайтын адамның жағдайы қиын. Өйткені оның бойында екі кесел бар. Бірі топастық, екіншісі жалқаулық. Ақымақтықтың екі белгісі бар. Бірі өзіне пайдасы жоқ нәрсені әңгіме қылуға бейім тұрады, екіншісі сұрамаған адамға ақыл айтады. Ессіз адам көп сөйлейді, бірақ ештеңе тындыра алмайды. Ал есті адам аз сөйлеп, көп нәрсе тындырады. Сол себепті ессіздер әрдайым сынап, мінеп жүреді. Әркімнің қателесуі мүмкін, ал оны мойындамау тек ақымақтың ісі. Сізді ойлауға мәжбүр ететін кітап қана өз міндетін толық атқарған кітап. Көрген кітапты оқи берген жарамайды. Көңілде туған сауалдарға жауап бере алатын кітаптарды оқыған абзал. Кісі айыбын ашып айтқаннан жапқан жақсы. Өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Әлемдегі ең керемет кинозал ми, бірақ сен оны тек кітап оқығанда ғана түсінесің. Адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді. Өз бойыңда жоқ қасиеттерге құмар кісі көлгір келеді. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Досты байлығына қарап емес, адал жүрегіне қарап таңда. Алдымен таңдаулы кітапты оқыңдар, әйтпесе оларды мүлде оқи алмай қаласыңдар. Жеңімпаздың достары көп, ал жеңілгеннің ғана шынайы достары болады. Біреуге ақыл айтып, басқаның кеңесін пайдаланбау керек. Тек өз ойың мен жаныңның айтқанын орындап, батыл әрекет ету керек. Жүрегің қысылса, кең дүние тар болып көрінеді. Өзімізді бір орында ұстап тұрған жалғыз адам өзіміз ғана. Өз арман мақсатымыздың бетін қайтарып жатқан өзіміз ғана. Өз бағымызды байлап жатқан, сананы шектеп жатқан, өзімізден жасанды мүгедек жасап жатқан өзіміз ғана. Екі өмірде де бақытты болуға кедергі тек өзіміз ғана. Кез келген кітапты бір оқығаннан түсінбеуіңіз мүмкін. Сондықтан кітапқа тағы бірнеше мүмкіндік беріп көріңіз. Адамға кітап көмектесу үшін оны қайта-қайта оқу керек. Себебі адам бейсанасына бір оқығаннан бәрі жазыла салмайды. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір өзіңнен өзің есеп ал. Малыңды жауға, басыңды дауға салып қор қылма. Имансыздың сырты қанша жусаң да іші оңбайды. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар. Досың мың деп жүріп, дұшпандығын оздырар,
жамандар болады. Каналыма тіркеліп алыңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарийге өз ойыңызды жазып өтіңіз. Жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз.